Ассаламу алейкум, урмәтле сәрҗеләр. Бу UA TV студияда Украина хәбәрләре бүген декабрьнең 29-ы җумартысы көне. Бу хакта алып кечкән вакыйгалар хакында сезләргә тариф итәбез. Декабрьнең 26-сында Украинада элан ителгән җенг вазиятының куәт муддәте сонына килде. Буны Украина президенты Петро Порошенко Милли телекөзсезлек вә мудафа шурасының топлашуы вакытында белдерде. Оның сүзләренә күрә, 30 көн дәвам иткән җенг вазияты ватандашларының яшәешенә вә мемлекетнең икътисадиятына бер төрле тәэсир этмәде. Әсас вазифа Украина шаркында Русия тәҗавузына каршылык күрсәтергән арбияләргә юкләтелде. Незважаючи на те, що Україна итрафында вазият чох денишме генне бахмадан, чох денишмеді. ОБСЕ Украин истихбаратының малюматына таздықлады. Луганска вилаяты янында град системалары тапылды. Душманын артиллериясы артырылды. Сынырда олған танкларда кері чекилмеді. Вязақ денизінде Русия арби болынывы да азлашмады. Ама Украина селілік куветлері шымдеки вақытта аслабашқа вазияттедір. Русия ватандашларына Украинаға кірмеге сынырланма алып ташланмады. Бу 16-дан 60 яшына қадар эркек Русия Федерациясы ватандашларына айт. Қарар Украина Милли телекөзсезлек вә мудафа шурасының топлашуында кабул етілді. Бір ай девам еткен җенг вазияты вақытында Русияның 1,5 бинден зияде ватандашы мемлекетке алынмады. Хабар эте ички ишләр назирлеге. Украинаның 10 вилаятында элан ителгән җенг вазияты 30 көн девам етті. Ноябрьнең 26-сындан декабрьнең 26-сына кадар. Караденизде Каза Монголия куру юк емесі қарарға отырды. О Туркиядан Русияге кетеді. Ярлы хабар васталарының мәліматына көре, гемеде 11 адам болуынған 9 Русия ве 2 Азербайджан ватандашы еді. Каза таман ярымадасының Женеби ялысында железный рог бурны янында алып кечті. Бұны Украинаның вақытынжа ишғал етілген топрақлары мәселелері нәзірлігінде хабар еттілер. Шуны да қайд еттілер ки гемеде канунсыз сыныр кечевіні қайд еткен автоматик айынлама системасы қапатылған еді. Бұл есе инсан өміріні қорчалаған халқара шартнамені боза. Devletine sadıklık için hapishanede kararnen 100 Ukrayna vatandaşı öz vatanına sadık olganları için Rusya hapishanelerinde tutulalar. Artık 5. yıldır bütün dünya mabüslerini azat etmeye çağırıvda buluna. Kreml ise bir türlü cevap vermey. 2018 senesi Ukraynalıların Rusya Federasyası rejimine karşı kurışı hakkında muhbirimizin levhasında. Апысхане инсан тағдирлеріні қима еткен машинадыр. Анда оғраған сон адалет бар олғанына артық инанмайсың. Амма оның оғрында күрешіні девам етмеге тоқтамайсың. Сатырлар сияси мабус Олег Сенцовның мектубындендір. Оның күреш усулы ачылық талаплары Русияде тұтылған эпсі сияси мабуслеріні азат етмек. Зная характер Олегның табиатыны білерек, керечектен сынына қадар тоқтатамас еді. Сону дегенде өлмегенже манасында айтам. Бұйық ұмыт дүния футбол чемпионатына етілді. Бұтын дүния декқатты Русия трафында. Первасыз олмағанлар Украин сияси мабуслеріне қол тұтмаға чағырывда болыналар. В этом году на чемпионате мира... Бұл сене дүния чемпионаты вақтында мен Олег Сенцов ве бұтын Кремль мабуслері тақымның тарафында олачам. Мен мұтлақ Олег Сенцовның тақымына қол тұталым. Сенцовның талапларына қол тұтып, ачылық акциясына дигер мабуслер де қошылмаға башлай. Бұл вақия бұтын дүнияға белі ола. Акциялар Нью-Йорк, Парс, Краков, Берлинде ве дигер шehirlerde кечірелер. Freiheit für Сенцов! Freiheit für Сенцов! Freiheit für Сенцов! Очень надеялись на чемпионат. Dünya futbol чемпионатына пек умют еттік, чынки сеси мабюслер меселесі әр ерді әшетіледі, мұзакире әтіледі, о вақыт әмді ачылық тұтқанлар чоқ еді. Мұны шымды да азачық ве бір шей олур деп түшінедік. Те суфки ама бір шей olmadı.
Кремль бутун чаруларыны эшетмегенini кыбыетті. Олюм техдиді себебінден сияси мәбүслер ачылықларыны тоқтатмаға мечбур қалалар. Александр Шумков, Владимир Балух, Александр Кольченко. Он за время голодовки потерял... Ачылық тұтқан вақтында 10 килоға азды, бойы 1 метр 90 сантиметр олғанда чекасы 54 кило олды, бұппек қорқыншылы еді. Сенцовның үжветінде қайтарылмас ысналар башлана. О ачылықны тоқтатмаға мечбур ола. Оның ачылығы 145 күн девам етті. Асылында ачылығы мечбури тарызда тоқтатылды. Олег искенжелерге оғра мамақ үшін тоқтатты. Чүнкі олар оны мечбурнен ашатажақ олайды, Олег өзі тоқтатмас еді. Прежде, так сказать, это все могло... Илк эвеля Сенцовның азат етілуіне тесір ете білер еді. Белкіде дигер сияси мәбүслеріні де деңіштірмеге мүмкін olur еді. Амма бұл олмады демек, біз яңы шартларда болынамыз. Ойле бір заман ки Москва халқара басқынына асла ис етмей. Украина акиметі халқара ортақлары біраз зиядеже иштирак еткенлеріні беклей. Киев анги вақытта Донбасста яқыланған 23 Русияліні оз ватандашына деңіштірмеге азыр. Украина готова цих злочинців. Украина Кремль мобиус еткен оз ватандашларына азат етмек үшін Русия Федерациясына террорчылықта қабатланылған канунсыз селялы тізімлерді иштирак еткен. Украинаға қаршы женкілешкен бұ жинаятчыларны теслим етмеге азыр. Русияде канунсыз суретте украинлерні махкум етмеге девам етелер. 12 йылға шидdetle апыз жазасына журналист Роман Сущенко махкум етілді. Ноябрь айында оны Кировск вилаетіндегі жазаханесіне этап еттілер. Нельзя в течение дня лежать. Күн девамында ятақ үстіне ятмақ отырмақ мүмкін дегіл. Яни адам күн девамында тек еріп яда бір ерде тұрып ола. Анда штып сәлтешеклігі yok. Яни чайник, телевизор, бұздола пілі құланмақ мүмкін дегіл. Қайнаған сув күнде тек бір кере берілі. Бұл сув кетірілген сон бабамны аселет тышарға кезмек үшін чықарталар. Яни ичіп қызынмақ біле имкан yok. Студент Павел Грибнун де давасы бойынша махкеме девам ете. 20 yaşındaki Украин канунсыз суретте террорчылықта қабатланыла. Экимлерге оны көстермелер, сағлығы пек финалашты. Он инвалид с детства. Обалықтан сақат, дайыма илажыға ихтияжы бар. Оңа есе илажылар берілмейді. Оны бұтын вақыт экимлер бақмақ кереклер. Бұ да япылмайды. Ве язық ки, әлі да япылмай. Ноябрьнын 25-інде 70 сияси мәбүслер жедвеліне да 24 эсір арби деңізжі қошылды. Имран Усейнов, Любовь Задорожная, UATV. Киевде Русия елчілігі огунде бұ авта файлер ешғал етілген Қырымда инсан қачырауларыны тақиқ етмеге талап еттілер. О ерде ай кечірілген әнді 30-ынжы олған Эрвин қайда акциясы кечірілді. 2016 сенесі майыста Бақчысарайда кемлігі белі олмаған адамлар Дүния Қырым Татар Конгресі Ижира комитетінің азасы Эрвин Ибрагимовны қачырған еді. О вақыттан берлі оның аята қында бір шей белі дегіл. Файлердің мәліметіне көре Русия Қырымны ишғал еткен сон 40 адам ғайып олды, олардан 6-сы өлі тапылды. Подводя итоги уходящего года, Соңына келе етқан елінің екіні чекерек, ең финасы Қырымның илхақы девам еткенідір. Сияси мәбүслерінің сайысы еп арта. Да 24 деңізжі бұл жедвелге қошылды. Олар эсір арбейлер. Позитив бұл дүния Украинаға қол тұтқаныдыр. Русия махкемесі Бақчысарайдаки Хизбут Тахрир давасы мәбүслерінің үкімені чақарды. Әнвер Мамутовға шиддетлі тәртіптәкі колонияда 17 елға қалажағына үкім чықарылды. Рустем Абильтаров, Ремзи Меметов вез Зеври Апситов есе шиддетлі тәртіптәкі колонияда 9 елға қалажақларына мәкім етілді. Эпісі дорту террорчылықта қабатланыла Кремль мәбүслеріне қол тұтмақ үшін Ростов махкемесінің бинасы янында адамлар топлашты. Тәфсилатлыжа мұхберіміздің левхасында. Ростов махкемесінің бинасы янында Қырым татарлар топлаша. Бұ ерді ФСБ қанунсыз суретте террорчылықта қабатланған 4 Бақчысарай сәкініне үкім чықарды. Сияси мәбүслерге қол тұтмақ үшін 20-дан 100-ге қадар Қырым татар келді. Бойле зор вақытта бір-бірімізге қол тұтмалымыз, бізім балаларымызға қаршы бұйық адалетсізлік япыла.
Mahkeme oturuşunun vaqti bir saаттен az devam etdi. Qabatlanğanlarının uçu şiddetli tertipteki koloniyada 9 yılga kalacaklarında mahkum etildi. Enver Mamutov'a ise şiddetli tertipteki koloniyada 17 yılga kalacağına hüküm çıkarıldı. Olarını iki maddege göre qabatlı tanıdılar. Bu Hizbut Tahrir teşkilatında iştirak ve devrim etken intilov. Advokatlarının fikrince hüküm kanunsuz ve esassız. Endi istinaf şikayetini hazırlaylar ve mahkeme hükümü berileceğini bekleyler. Ne vakit berileceği belli değil. 10 gün geçken son da poçtanen yollarlar. Rostov-na-Donudaki Ukrayna baş konsullığının rehberi hüküm kırmızılarga baskılarının devam olğanını dedi. Eminmiz, böyle gibi kararga yalakadar olğan herkes hakkı sonu cezalanacak. Ukrayna bunu cevapsız kaldırmaz. Siyasi mebüslerin akrabaları mahkemenin böyle gibi kararı beklenilgen olğanını dediler. Başka bir karar ya da netice beklemege manasız edi, çünkü cinayetçilerini kadırmaylar, onlarını özleri belgileyler. Keçken mahkeme oturuşunda Remzi Memetov, Rustem Abeltarov, Enver Mamutov ve Zevri Apsiyitov öz qabatını tanımalğanlarını bildirgen ediler. Birisi bu davanın siyasi olğanına dikkat etti. Kanunsuz qabatlanğan musulman Kırım tatarlarga kol tutmak için içtimai ağlarda musulmanlar terörcüler değil adlı flashmob teşkil etildi. Butun işgal etilgen yarımada sakinleri öz birdemligini göstermek için fotoresimlerini yerleştire. 2016 senesi Mayıs'ın 12'sinde Bahçesaray'da Rusya Tehlikesizlik Hadimleri musulmanlar Kırım tatarlarının evleri ve yerli kahvehanede bir sıra tintuvler geçirildi. Neticede Bahçesaray'ın 4 sakini Zevri Apsiyitov, Remzi Memetov, Rustem Abeltarov ve Enver Mamutov tutuldu. Onlar Rusya terörcü dep tanıldı. Hizbut Tahrir teşkilatında iştirak etkenlerde qabatlanıldı. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz edi. Daha çok haberlerini sizler UATV.ua saytımızda okuy bilesiniz. UATV ile olunuz, özünüzni qo'rchalınız, sağlıklı qalınız. Görüşkенче.